Білім және ғылым министрлігінде мектепті білмейтін, мектепте жұмыс істеп көрмеген мамандар қызмет етеді. Бүгін Алматыда жиналған географ, ғалымдар мен ұстаздар осылай деп мәлімдеді. Министрліктің ұсынған жаңа мазмұнды оқу бағдарламасы президент жариялаған рухани жаңғыру мақаласына ашық қарсы шығуы дейді географтар. Географтар 2018 жылдан бастап Қазақстанның физикалық географиясы мен Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясын оқу бағдарламасынан алынып тасталады деген шешімге наразы. Бұл пәндердің жалпы географияның ішіне кіріп кетуі оқушылардың отанын, туған жерін тануға көз байлау болады дейді ғалымдар. Тарыдай шашыратып жіберген. 8-де 1 сағат Қазақстанның топырағын ғана береді. Содан кейін 7-ші сыныпта 8, 9, 10, 11-де біздің 2 жыл қатарымен толыққанды оқытып отқан пәнімізді қазір шашыратып жіберіп отыр. Ол қандай пән болып беріледі? География деген атпен беріледі. Жалпы география деген атпен беріледі. Бәрінен де қызығы, білім министрлігіндегілер мектептерде Қазақстан географиясының оқытылатынын білмейтін сияқты. Ұлжалғас Есназароваға министрліктің жазған хатында мектептерде ондай пән емес, оқулықтардың бар екені жазылған. Алайда министр Сағадиев географтардың наразылығынан Қазақстан географиясының келер жылдан бастап жеке пән ретінде оқытылмайтынынан мүлдем хабар жоқ көрінеді. Не слышал. Есть конкретные жалобы? Где вы мне ее отправьте, я ее рассмотрю. А вообще не было такого, да? У меня пока такой жалобы не было. Вообще не было. Если поступят, мы прессе обязательно сообщим. Ғалымдар бір сөйлемі 35 сөзден тұратын түсініксіз оқулықтар балалардың басын әбден қатырып бітті дейді. Ал жоғарғы сыныптарға ТМД мен Ресей Федерациясының географиясынан арнайы сағат бөлген министрлікті ұстаздар мүлдем түсінбейтін сыңайлы. ТМД-ның географиясы деген ол бұрынғы кеңестер одағының географиясы деген сияқты біз әлі сол ескі дүниеден айырылмай келе жатырмыз. Алдыңғы жылдан бастап бізде Ресейдің Федерациясын оқытатын сағаттар көбейіп кетті. Қазақстанның еңбек қазақ ауданындайған аумақты алып жатқан Израильдің өзінде Израиль географиясы 2 жыл, Өзбекстан, Ресей, Қырғызстанда өз елдерінің география сабағы жеке пән ретінде өткізіледі. Ал жерінің аумағы бойынша әлемде 9-шы орын алатын Қазақстанның географиясы мектеп бағдарламасынан алынатын болса, оқушыларды рухани жаңғыртып, мәңгілік елдің ертеңі қылуымыз қиынға соғады дейді ұстаздар. Ерқанат Көпжасар, Ринат Абулхайыров, Информбюро.